Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Мен сіздермен бір қызықты ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Сонымен қатар басымнан өткен жағдаймен сіздермен бөлісем деп отырмын. Мынау қазір біздің Қазақстанымызда сәләфит, вахабит дегендерді айтпағанның өзінде кришнаиттер, христиандықтарды ұстанушылар, сонымен қатар тәңіршілдер дегенде шығып кетті. Сондықтан мен айтайын деген құрметті халайық, біздің Қазақстанның өзінің ұстанатын діні ислам, және де Абу Ханифа мазхабымен жүретін елміз. Осы орайда айта кететін нәрсем, мен бір түс көрген болатынмын. Түсімде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды түсімде көрдім. Сол осы өзімнің түсіммен сіздермен бөлісе кетейін деп шештім. Бұның алдында бір қарындасымыз, ол да түсінде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды көргенін айтып, умраға, қажылыққа жолдама ұтып алып, содан кейін ол өзінің ауырып жүрген ауруынан жазылғанын айтты. Яғни қалай? Ол салауат, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту, оқу арқылы сол ауруынан жазылып, умраға, қажылыққа жолдама ұтып алған болатын. Қазір Құдайға шүкір, ол қарындасымыз шапқылап жүгіріп жүріп жатыр. Сондықтан жаңағы тәңіршілдерге, жаңағындай христианға ауысып жатқан мұсылман бауырларымызға, және де кришнаит, йогова деген діндерге өткен бауырларымызға айтатыным, қайттан ислам дінін қабылдаңыздар. Ислам діні толығымен толтырылған, ол кемсітілмейді де, толықтырылмайды да. Содан мен жаңағы айтайын деген түсімде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды көрдім. Бір бөлменің ішінде отыр екенбіз деймін. Отырғанда отыр емес, бір бөлмеге кіріп келген екенмін деймін. Сөйтсем, бір кісі намаз оқып отырғандай болып көрінді. Содан кейін жаңағы ойымда ештеңе жоқ, былай қарай өтейін деп тырысқан кезімде тоқта деді. Соңғы мен кішкене тоқтап қалдым да, соңғы барып жаңағы бүйтіп жан-жағыма бүйтіп қараған кезде артымнан бір дауыстың айтқанын естідім. Тоқта, бұл пайғамбар ғой деп айтты. Содан бүйтіп үңіліп қарасам, шынымен де бір кісі намаз оқып отыр екен. Сонда оның намазында жаңағындай арабтардың киетін киіммен отыр екен. Яғни бізде сүннет дейді ғой, сүннет дегеніміз, яғни мынандай тұтас аяққа дейін көйлек, оны сүннет дейді. Сол көйлекпен жаңағындай мынандай қиям дейді, соңын рукух дейді, соңын сәжде деген бар ғой. Сол сәжде емес, рукух емес, анау аяқты, мына аяқты тізенің астына салып отырады ғой, мысалға неде ат-тахият дұғасын оқитын кезде мысалға отырады да, мысалға ат-тахият дұғасын оқып отырады. Сол сияқты сондай неде отырды. Сондай отырыста отырды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Соны бүйтіп қарағанымда ол кісі ірі денелі екен. Содан кейін мына оң жақ қолын көріп қалдым. Оң жақ қолы сондай, содан бұл кісі өте мына бір күш иесі екенін көрінді. Яғни бір алып күш иесі екенін көрінді. Өйткені мына жейдесінің мынандай қолы
бүйтіп тырысып тұрды, яғни жаңағындай тығыршықтай дейді ғой бізде, мысалға қазақта тығыршықтай дейді, сондай болып мына жейдесі тырысып тұрды. Соны байқадым, көзіме бірден түсті. Содан кейін барып қарасам, мына шашы көзіме түсті. Шашы былай екен, мына жақта былай екен. Шашы қара қою түсті екен, соның шашы былай екен, мына жақтан келтірілген. Яғни былай қарай өсіріліп, соның былай қарай жіберілген. Осындай екен шашы. Мен сол кезде жаңағындай бір жағынан қуанышты сезімде болдым, бір жағынан соны қарасам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқып отырған екен. Намаз оқып отырып, жаңа ат-тахиятты оқып отырған көрдім. Сосын бірақсында бүйтіп ассалаумағалейкум рахматулла, ассалаумағалейкум рахматулла деп жан-жағына амандасқанын көрдім. Содан кейін барып жаңағындай бүйтіп тағы да бүйтіп әлі оқып бітпей жатып, жаңағындай қош бұл пайғамбар ма дегенде бүйтіп көзіне, яғни түріне үңіліп қарап отырсың. Енді арақашықтығымыз бір 5-10 метрдей болды. 5-10 емес, бір 4-5 метрдей болды. Сонда бүйтіп жаңағындай үңіліп қарағанымда пайғамбарымыздың саллаллаху түрін көрдім. Түрі анық екен, содан кейін сымбатты кісі болған екен. Өте сымбатты кісі болған екен. Алла разы болсын, саллаллаху алейхи вассалам. Соны көріп, мен өзім сондай бір қуанышты сезімде болдым. Қуанышта болдым. Сонда жаңағы байқағаным, тоқта бұл пайғамбар ғой деген кезде алдыға қарай бүйтіп ұмтылып тоқтап қалдым. Соған мен деген бір қызық сезімде болдым. Біреу ұстағандай болды да, бүйтіп жүрген жоқпын, жүре алмадым сонда. Сонда жаңа намаз оқып отырған кезде жолын кесе алмадым, кеспедім. Сондай жағдайлар болған болады. Бұл енді мен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламды бірінші рет емес, екінші рет көрдім. Бұл екінші рет көрген түсім. Енді бірінші рет көрген түсімді тағы да видеода бөлісер ждармын. Ол кезде енді мына жазылушыларым, подписчиктарым 100 мыңға жеткен кезде, сол кезде бөліссем ба деп отырмын. Алла бұйырса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтуды ұмытпай ағайындар. Ислам дінін қабылдаңыздар. Ислам дінін ойыншық нәрсе емес. Сондықтан бір заман келеді, адамдар өз еркімен исламды тастайтын болады деген сол нәрсе ішімізді ашытып қынжылтады. Сондықтан исламды тастамаңыздар, қандай жағдай болмасын, сабырлықпен, қандай қиыншылық болмасын, сабырлықпен қиыншылықты жеңуге, өтуге тырысыңыздар. Әрбір қиыншылықтың артынан жеңілдік бар, әрбір қиыншылықтың артынан жақсылық бар дегендей, сол айтпақшы, қанша қиыншылық көрсеңіз де сабыр сақтап, Аллахтан жәрдем тілеп, медет сұраңыздар. Ал көрермен, осы ойыммен баяғыдан бері бөліскім келіп жүрген, бөліскеніме өте қуаныштымын. Астыға лайктарыңызды, комментарийларыңызды жазып отырыңыздар. Тағы да көріскенше. Ассаламу алейкум.